Өткен шығарылымдарымыздың бірінде Еуразиялық банктың жағдайы оншалықты жақсы болмай жатқанын айттық. Онда неге KZ ақпараттық сараптамалық порталында жарық көрген мақалаға сүйенгенбіз. Бұл жолы портал сол банктың Мажарстан банкирлеріне сатылуы мүмкін екені жайлы материал жариялап отыр. Жалпы Еуразиялық банктың басынан осы күні қым-қиғаш оқиғалар өтіп жатыр. Пышақтың жүзінде тұрғандай халде деуге болады. Акционерлері ісі алға баспай жатқан банкты сатып құтыла ма, әлде ішкі келіспеушілікке ұрынып сатпай отыра бере ме, анығы белгісіз. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Порталда шыққан Форте әлде Еуразия мажар банкирлеріне неге Қазақстанға кіру оңай соқпай тұр деген материалда бұлай деп егжей-тегжейлі сарапталған екен. Мажарстанның OTP Group қаржылық тобы осы жылдың аяғына дейін Қазақстанның бір банкін сатып алу бойынша келісімдер тізбегін аяқтау ниетте. Неге KZ дереккөзі әңгіменің Еуразиялық банк турасында болып жатқанын хабарлады. Бұған дейін бұрын банкир болған сарапшы Құсайынов Форте банкінің де бұл тізімде болу мүмкіндігін тоспалдаған. Бірақ ол үшін OTP Group өзінің 2024 жылы тапқан барлық таза табысын жұмсауы тиіс. Себебі Home Credit банкін сатып алған Форте Еуразиялық банктен анағұрлым қымбат тұрады. OTP Group 2024 жылы рекордтық табыс көрсеткен еді. Былтыр олар 2,7 миллиард еуродан астам табыс тапты. Бұл 3,16 миллиард доллар немесе 1,7 триллион теңге. OTP Group үшін пайданың шамамен 70%-ын шетелдік активтер қамтамасыз етті. Меншікті капиталдың рентабелілігі 23,5%-ды құраған, ал шығындар мен табыстардың ара қатынасы 41,3%-ға дейін жақсарды. Топтың кірісі 17%-ға, ал операциялық пайдасы 22%-ға өсті. Биыл OTP өзінің несие портфелін 9%-дан жоғары өсетте болжап отыр. OTP Group үшін неге Еуразиялық банк қолайлы болып отыр? Еуразиялық банктың капиталы 400 миллиард теңгеден асады. Оның 348 миллиард теңгесі үлестірілмеген кіріс. Мемлекетке 150 миллиард теңге қарызы осы үлестірілмеген кірістен өтелді делік. Сонда қалған 198 миллиард теңгені Ибрагимов, Шодиев, Машкевичтер сынды акционерлер өзара бөліп алған жағдайда олар OTP Groupке банкты 800 миллион долларға сатуға қуана келіседі деп ойлаймыз. Немесе Еуразиялық банктың қазіргі қожайындары мемлекеттік қарызды өтеуді жаңа қожайынға қалдырып, өздері банк капиталында жатқан кемінде 300 миллиард теңге кірісті бөліп, оның үстінен 800 миллион немесе 1 миллиард доллар талап етуі ғажап емес. Тек банкты сатудың осы схемаларына қатысты акционерлер Шухрат Ибрагимов пен Шодиевтер отбасы арасында өзара келісім жоқ. Олардың соттасуға дейін барғанын білесіздер. Тимур Турлов Еуразиялық банкты сатып алайын дегенде акционерлердің бір-біріне қарсы осындай тірлігі кедергі келтірген болатын. Еуразиялық банкты дәл қазір сатып жіберген тиімді, себебі биылғы жылдың бірінші жартысында банктың негізгі қаржылық көрсеткіштері айтарлықтай құлдыраған. Биылғы 6 айда қаржы ұйымының таза пайдасы 30,5 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл былтырғы 51,4 миллиард теңгеден анағұрлым аз. Банктегі активтердің көлемі былтырғы 3,13 триллион теңгеден 2,99 триллионға түсіп қалды. Нәтижесінде банк акциясының баланстық құны 18,879 теңге 30 тиыннан 18,806 теңге 96 тиынға арзандап кетті. Осының барлығы халықаралық рейтинг агенттіктерінің назарынан тыс қалмады. Тамыз айында Moody's халықаралық агенттігі Еуразиялық банк акционерлік қоғамының кредиттік рейтингіндегі болжамды тұрақтыдан негативті деңгейге түсірді. Банк Өзбекстандағы бизнесінен айырылды. Сондықтан қаржылық жағдайы нашарлау сипат алып бара жатқан банкке сатып алушы табыла кеткеніне шүкір. Бірақ банк акционерлері тағда өзара келісіп мәмілені құртып алса да таңғалмаймыз. Еуразиялық банктың ахуалы әзірге осындай болып тұр. Портал айтпақшы, сатып жібергендері олжа сияқты.
Банктердің тағдырларына назар аударып отыру қызық. Еуразиялық банк көтеріле алмай кері кетіп жатса, мысалы, Нұрсұлтан Назарбаевқа қарасты Азия-Тынық мұхит банкі жылдан жылға қарыштап өсіп жатыр. Бірақ Назарбаев ол банкты Ресейден ашқан. Азия-Тынық мұхиты банкінің жағдайын білу үшін тағы да неге KZ-ке кіру керек? Ондағы осыдан бір аптадай бұрын шыққан АТБ плюс 3,7 миллиард рубль банк саласында Нұрсұлтан Назарбаевтың табысы неге артып келе жатыр деген мақалада былай делінеді. Неге порталы Нұрсұлтан Назарбаев иелік ететін ресейлік Азия-Тынық мұхиты банкінің қаржылық көрсеткіштерін әр 90 сайын қадағалап отырады. Жақында банк биылғы жылдың алғашқы 6 ай бойынша есебін жариялады. Биылғы жылы АТБ табысы былтырғыға қарағанда анағұрлым жақсы болмақ. АТБ биылғы жарты жылда 8,183 миллиард рубль таза кіріс алды. Бұл бүгінгі 6,5 бағамымен 57,4 миллиард теңге. Біздегі Халық банк сияқты алпауыттардың көрсеткішіне жетпесе де 4 жыл бұрын банкрот болып санацияға, яғни қайта құрылымдауға ұшыраған қаржы ұйымы үшін бұл өте жақсы көрсеткіш. Себебі былтыр дәл осы кезеңде АТБ-ның таза кірісі 5,111 миллиард рубль болған еді. Осы жылдың алғашқы 90-да Азия-Тынық мұхиты банкінің пайдасы 3,8 миллиард рубль көрсеткенде, біз жыл қорытындысы бойынша таза кіріс 30 миллиард рубль шамасында болады деп топшылағанбыз. Енді жарты жылдықтың қорытындысы шыққандықтан біз бұл болжамымызды 18 миллиард рубльге дейін сүреміз. Бұл 117 миллиард теңге. Оның өзі АТБ үшін рекорд болайын деп тұр. Биылғы жылдың жайлы болуы арқасында АТБ өзінде жатқан үлестірілмеген кіріс көлемін 29,36 миллиард рубльге жеткізді. Бұл 190,8 миллиард теңге. Нұрсұлтан Назарбаев АТБ-ны 2021 жылдың аяғында Ресей орталық банк өткізген аукционда 14 миллиард рубльге сатып алған болатын. Ол 4 жылдың ішінде сатып алуға кеткен инвестициясын толық ақтады және оның үстінен бірде-бір пайда, яғни 15 миллиард рубль көріп отыр. Ендігі басты әңгіме АТБ қашан дивиденд төлей бастайтынына қатысты болмақ. Банк МФСО стандарттары, яғни қаржы есептілігінің халықаралық стандарттары бойынша аудиттелген есептілігін көп жағдайда жарияламай, бухгалтерлік есеппен шектеледі. Сондықтан 2021 жылдан бері акционеріне, яғни Нұрсұлтан Назарбаевқа дивиденд төлегені бойынша ақпарат жоқ. Баланстағы үлестірілмеген кірістің артып бара жатқанынан банктың әлі дивиденд төлемегенін анықтауға болады. Назарбаев үзіп жармай бірден қомақты дивиденд алғысы келетін сияқты. АТБ биылдан бастап Қазақстан қор биржасының мүшелігін алды. Енді біздің биржалық нарықта деривативтер басқа да құралдар бойынша ақырында белсенділігін арттырып келеді. Қазақ капиталынан тұратын Ресей банкінің Қазақстан қор биржасына жақын болғаны заңды. Сонымен бірге, неге дерек көзінің айтуынша АТБ ақш санкциялары қауіпінен толық арылған. Оған Назарбаевтың Вашингтондағы беделмен қажет адамдармен байланысы ықпал еткені анық. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.